Мүшелбай Қапанұлы 1963 жылы Аралбай ауданында дүниеге келген. 1981 жылы әскерге аттанып, 1983-те елге оралды. Торғайда еңбек еткен. 1991 жылы көлік апатына түсіп, 4 жыл төсек тартып жатқан екен. Аварияға түстім, түскеннен кейін енді семья болғасын, енді әйелі болғасын да жүреді. Самолетпен санавиация ол кезде аварияға түскеннен кейін сразу санавициямен осында жеткізді. Операция жасап, 2 комнатқа жинаған екен. Осы өнерге қалай келдіңіз? Құрал Сайманды ол кезде 95 жылы тосып магазиннен жолдасым алып келіп, кішкентай осындай балғасы бар, екі түрлі балғасы бар, темір арасы бар, ең оңай сақина бар, қаттама дейді жаңағындай, балдақ, сосын жаңағындай, ондай үлкен жүзді істей алмаймын ғой. Содан бірте осындай халыққа қалай. Бізге Мүшелбай ата сақинаны қалай жасау жөніндегі құпиясымен бөлісті. Жоғалтып аламыз. Бауыр жасау үшін бұл күмістің ортасын былай ойып аламыз. Дөңгелек қалпында. Дәл қазір мен бауырларын дайындап жатырмын. Мынандай бауырды мынаған салып, темірге салып орғанда мынау ұзарып, жаңағыдай бауырдың қалпына келеді. Сосын мұны озорына салатын, мынандай ізге саласың, мынандай. Ізге салғанда, мынандай 3 тармақ болып шығады. Сосын оның арасына анандай шыққан ізді иірек, оны салатын құралы бар, тағы сонымен саласың. Мынандай иірек болып тұрады. Дайын күйінде осылай, бұны ертіп, жаңағыдай бетіне бұршық салуға, сосын жеріне ойын салуға, осылай ертілігіміздер. Мүшелбай Қапанұлы отбасында аяулы әке, адал жар, ардақты ата. 4 баласы бар, 3 ұлы мен 1 қызы бар. Бүгінде балалары үйленіп, немерелерінің қуанышын қызықтап жүр. Қазақ халқының өнерін дамытатын, кейінгі ұрпаққа насихаттайтын ата-әжелеріміз аман болсын.